Ал міне өмірлік қуат деген жалпы не осы? Өмірлік қуат деген адамның иммунитеті. Осы иммунитет қай кезде жұмыс жасайды? Ол жылумен жұмыс жасайды. Міне апаларымыз келіп отыр. Иә, қалайсыздар? Жақсы. Жақсы ма? Өзгеріс жақсы ма? Бірінші күн келдіңіз. Микроинсульт деп жіберіпті. Мен бір қызық бар енді. Иә, міне. Мынау былай қойып қойайын. Мен енді біреулер маған айтады, ол неге аяқ киім көрсетесің деп. Ол көрсетпеске тұрмайды. Қазір қай мезгіл міне? Қыркүйек. Күз. Күн суық. Иә? Мынандай жақсы нәскил киіп жүрміз міне. Ал мына апамыз міне 67-де. Больницада 10 күн жатып шыққансыз, иә? Ол көтерілмейді, ойбай қатып жатыр. Микроинсульт деп келген. Ешқандай микроинсульт жоқ, омыртқа қатып қалған. Остеохондроз. Мұнан бәрі жиырып тастаған. Қазір енді өзгеріс бар ма? Кішкене өзгеріс бар. Міне жаңа мына жылу қандай рақат деп тағы берсін деп жатыр. Мына аяқ киімді ауыстырасың енді. Мынау болмайды мынау. Жаздың мынау шілдеде киетін аяқ киім ғой, мынау кожа екен, күшті екен. Қай жерден алдым деп айтып жатырмын жаңа. Жазда киетін аяқ киім екен, жақсы, сапалы. Бірақ мынау қазірге келмейді. Бірден ауыстырыңыз. Ал мына аяқ киім не көрсетіп жатырмын? Сіздікі, иә? Мына апада қандай аяқ киім киіп келдіңіз басында? Осының ар жақ бер жағы, иә? Мынандай шүлек сияқты, кожаный. Аяқпен бүйтіп келген. Міне енді мынандай аяқ киім алып. Өте жақсы. Сізге мына тізенің бәрі, белдің бәрі жұмыс істеу үшін адамға жылу керек. Біз нүктелерді оятамыз, каналдарды ашамыз, адамның бойындағы суықпен жұмыс жасаймыз. Сіздің өмір қуатыңызды арттырумен жұмыс жасаймыз. Ал сіздер келіп мынандай аяқ киім киіп, ол жинаған қуатыңызды қайтадан денені жылытуға кетіп жатады. Аяқ жылымаса, шипа іздеудің қажеті жоқ. Сонда іші тряпочный болу керек, сонда? Сонда іші мата болу керек. Мата. Мынандай аяқ киім бар ма екен өзім? Бар екен. Менің мына кәпішкемнің өзі енді басқаша. Резина емес. Мына жерлері мата. Көрдіңіздер ме? Замболмен де бар екен. Сондықтан аяқтарыңызға қараңыздар. Шипа сол кезде болады. Бойды жылылағанда. Ең бірінші аяқтың жылуы күшейгенде бүйрек жақсарады. Бауыр өт жақсарады. Солар жақсарғанда сіздің бүкіл мынау энергияңыз жұмыс жасай бастайды. Энергия деген жалпы адамның бойында мынау жылу бар ғой. Энергия. Сол қайдан келіп жатыр? Көрдіңіздер ме? Біз оны аламыз ылғи суытумен, суықтатумен жұмыс жасайды екенбіз. Суықты ішіп жібереміз, асқазан барды мұздады. Ол апарып арғай ішекке кетті, ішектің бәрі мұздайды, бүйрек мұздайды. Сонымен бүкіл денең энергиясы түсіп кетеді екен. Енді біз жылы шай ішсек 37 градуста, 40 градуста денемізді жылдасақ, сонда ғана пайда болады екен. Жаңа апа айтып жатсыз, суықпен емделетін қалай дейсіз да? Оны қайдан естідіңіз? Суықпен емдеу деген қайдан шыққан? Білмеймін ғой, неден көріп жүрмін ғой, инстаграмда. Жанмен тәнмен. Енді ол жанмен тән бола ма? Оны мен өзім үміттеймін. Болмайды деп. Неге болмайды? Болмайды ғой, суық суға түскен деген ол сұмдық. Енді сіз Монғолияға барып келдім дейсіз. Бір ай жүрдім дейсіз бе? Иә. Бір туысым суға түскем жоқ. Жай жол жүріп тоңған шығармын енді. Иә. Жаңа бір айтып жатсыз. Бір туысым Монғолиядан келіп сонда емделді дейді. Суға түсіп. Нәтиже бар ма? Нәтиже жоқ деді. Ол нәтиже жоқ деп айтты. Аурудың үстіне ауру жамапты. Суға түсіп ешқандай нәтиже жоқ. Осындай адамдар көп бізде. Менен біреу қаралап жатқан жоқпын. Оны ата-бабамыз жасамаған. Пайғамбарлар жасамаған. Хандар, билер, батырлар, қабанбай жасамаған нәрсені мен жасаудың қажеті жоқ. Ол кісілер ыстық сорпаны ішті, қазақи дәстүрлі қымызды, қазыны жеді, аяғын жылылады, үстіне тон киді. Сонымен олардың денсаулығы мынандай болып, мына бүкіл біздің қазақ даласын азат етті жаудан. Осыны қорғап бізге тапсырды. Ендігі мына біздің істеп жүргеніміз анау мұзға түсіп жүрміз. Олар анау Америка, Европа сонымен мұзға түсіп керемет болатын болса, аптекалары, больницаларында жабылып қалмай ма? Бұлай айтқанда, иә? Біреудің қаңсығына таңсық болып отырған заман, бұлай айтқанда. Ата-бабамыздың дәстүрінен жоғалып, ел анау ойбай мұзға түссе керемет екен деген, ол бәрі бұлай айтқанда далбаса нәрсе. Ата-бабамыз жасамады, қажеті жоқ. Сондықтан жылу бердік. Кішкене жақсы болып қалдыңыз, иә? Жақсы. Апай жақсы, өңі кішкене ашылып, қолын қимылдатып. Сондықтан осындай адамдар көп. Мұзға түсіп зиян таптым, суға түсіп зиян таптым. Мен айтам, енді осыны айтшы десең, жарайды, ыңғайсыз ғой, анау мынау деп шығады.
Сондықтан ол қажеті жоқ нәрсе. Жылу бізге өмірлік қуат береді. Мынаның барлығы 37-40 градуспен жұмыс істейтін нәрселер адамның температурасы. Енді бұған барып біз суық беретін болсақ, мына ішкі органдарға бауыр +40, мыналардың бәрі 38. Мына ішектің бәрі бүйтіп жұмыс істеп тұр. Ток, былай айтқанда. Ол суықпен емес, жылумен жұмыс істейді. Біз оған апарып суық беретін болсақ, денемізді мұздататын болсақ, қуатымызды алып қойды. Сізге өзіңіз жасыңыз келіп қалды. Енді кішкене қуат жинаймыз тамақтан, бірдеңеден. Оны апарып сумен кетіп тастаймыз. Сонда өйтіп емдеудің қажеті жоқ.